Көпшілік мектепте алдынан бұл нәрсе айтылды, енді және бір нәрсе саладан кейін айтылмақ керек. Екінші мектебіміз бар, біздің көріп отыр. Енді сізді айтпай ақ қойып, бұл маңда просто мысал шығарып кетті. Мектептің оқушылары өлеңге шығамыз. Әрқилы киім-кешектері. Балаларымыз костюм шалбар тақып қалуға, қыздарымыз әрқилы жақсы банкетке киінеді. Онdan sonra соңғы қоңыраудан кейін соңғы отырыстар береді, ешке біреулер қолдары жиналып. Бұл мана екінші мектептен сіздерге қарап айтып қалғанымыз, сонда екінші салы мектептен бізде 38-ші салы мектеп бар. 41-ші салы мектептің оқушылары 24-ші май кеңестен алдым, өздерінің 24-ші майда қалай таяқтанып жатыр. Қандай етіп өлеңге шығарып оларын өздері Инстаграм, социал тармақтарынан реклама етіп қойылған. Бұл мақсаттерді именно ұсын мектептерді именно Инстаграм, яғни социал тармақтарда өздерін рекламалаған мектептерді өздерінің снарядымызды күшейтіп қойылғанбыз. Әмді бұл күннің өзінде 24-ші майда күні именно сол мектептерді отансүйгіштік бойынша жеке өзімен барып қатынасып, именно сол өзінің ішкі махалле мұнаниларын алып, және шықтың алдын бойынша соғын бүгін әзір шықтардың өз алдына граф етістеп қойыпты. Себебі әрі отырып. Мархамат Кларапа. Assalamualaikum. Usul mektuplerde uçuşu mekanizmi cihazlıklarında aranana organizasyonlar anlatamadan söylediğinde bir şey var sonra bize de sor Instagram'da sonra bir başka çıkmadan boyunca özellikle kanalımızda hepsini görüştü. Birinin neticesinde olan hepsini konuşması yani. Nasıl yani? Nasıl bir şey sanatçısı yani? Sebab hazır bunda ülkün alanlar hazırdaki adlarında şişirliklerinde nasıl kolaylıkla sorular bir jasmusun soruları. Mungkin misalnya kita terus ona sorulardan hazır bir balar hazırlıyor. Sonuçta kaçlar çalışmalar soru karmasından benim postu küçük bir şey yapıyorlar. Bizim için sağlıklar varız. Rahatlara, bırak, diğer sorular tamam. Toplamayız. Bak, uzmanlık özellikleri olan soruyoruz. Akıllı kıymalar çekeceğiz. Mahallenin böyle alanımıza gelen mesela, aslında kavramlar mesela mahalleler mesela, sayılar olsa mahallelerde, mahalleler istedim, günde suçun sağlamalıyız. Rahmet, oturun. Енді бұл қазір күн тәртібіміз өзгеріп бара жатып, бұл жерде күн тәртібіндегі мәселеден шықпаған уақытқа бар беріңіз, соруға бергенде, соруға жауап бергенде нетпей. Оны ертең бір күн, екі күннің ішінде біз директорлар жинап жатырмыз, соқты сөйлесеміз, тек бір екінші мектеп емес, әмме мектепте таярлық көріліп жатыр. Екінші мектептің көрініп қалған тек Инстаграмға қойған үшін шығар, бірақ 100% әмме мектепте көрініп, таярланып жатыр. Әммесі. Кейін бұл жерде құр үгіт насихатпенен басқаменен мәселе шешілмейді. Бұл жинаятшылықтың, құқықбұзарлықтардың уақытынан бұрын бар уақыт алдын алу деген кешегі бірінші салы қарарда сөз қолданылды. Уақытынан бұрын уже болғаннан кейін болатын уақытта қасында тұру емес. Пожалуйста, отырсын, ойнап күлсін, бітірсін, қызларымыз, балаларымыз, біз оған қарсы емеспіз. Ешкім оған қарсы емес. Бірақ мысалы жаңағыдай гулянка қылады, басқа қылады, айнадан басын шығарып тұрады. Түніңменен жүреді. Міне бұл мәселеге хақиқаттан да бірінші кезекте ата-аналар, ұстазлар, сол мектеп директорларымен біргелікте бұған қадағалауда болу керек, һәм тәртіпке салу керек. Онымен жаңа ешкім ұмытпасын, ешкім бүйтпесін, бұл жерде ойнамасын, дискотека қылмасын, одай емес. Әммесам біз өздеріміз 24-25 күні сөйге бала жастарымыздың ойнап күлу үшін шариғат жаратып береміз. Бірақ ол қадағалауда болады. Мақұл ойнап күлсін.
Күндіз болса отырсын, майлы кештерде отырсын, ата-аналармен бірге отырсын. Біздер ондай дәрежеде шектеліп тұрса, біз оның тарихтары емеспіз. Бітіру керек, ойнап күлу керек, қуану керек. Таза киім болса кию керек, һәмме мәжбүри пұл жинау басқа емес. Директорлармен оны сөйлесіп аламыз. Енді менде бір сұрау туып тұрды, неде жазып қойыпсыз, өткен 3 ай давамында жамы 1863 әкімшілік баяндама рәсмилестірілген болып, бұл әрбір профилактика инспекторына бөліп қарағанымызда 64-тен туыр келіп жатыр деген мағлұмат өтіп жатыр. Егер мына мағлұмат маған беріп қойған дұрыс болса, тура ма? 1863, демек 1863 құқық бұзарлық жүз берді, тура ма районда? Бұл сіздердің анықлап бұған әкімшілік шара көргеніңіз, тура ма? 1863 болса, бұның ішінде қандай құқық бұзарлық бар? Мысалы, динамикасы бар ма ол? Көбінесе мысалы 183 майда безарлық па, я 183 жыл майда безарлық болатын болса, 240-ды жәмиеттік орган істері қандай жәмиеттік орында? Так. Bundan жаңа 376-мыз сол балаларға, жасөспірім балаларымыздың ата-аналарынан көрілген сол қажетті статьямен салады. Қажетті статья. Бұндан кейін біздің барлығында ішкі істер қызметкерлерінің заңды талаптарына бұзылмасы бойынша 27, сондай-ақ әкімшілік жауапкершілік кодексінің 590 статьясына көрсетілген. Жақсы, енді қараңыз, 1863 болатын болса, әрбір профинспекторға 64-тен туыр келетін болса, мысалы 3 айдың ішінде бір шерек. 1863-ті міне қағазды қазір оқып жатырмыз ба, біз қазір оқып жатырмыз. Біз неге 1863-ті соққа жеген бізде телевизорда неге көрмедік, неге біз интернетте көрмедік, неге біз бая телеграм, инстаграмларда көрмедік, фейсбукта неге көрмедік. Ал 1863-тің еш болмаса 18-ін көрмедік қой мысалы. Біз қалай құқық бұзарлықпен жинайшылыққа қарсы күресу хақында гәп болуы мүмкін. Қазір бүтін халқымыз, мәселен 37 миллион халық болатын болса, 37 миллионның 31 миллионы интернетте olur. Тура ма? Біздің районымызда, мәселен 130 халық болатын болса, 130 мың халық. Сол 100 мыңы интернетте olur. Тура ма айтып отырғаным? Не үшін сол 1863-ті сіздер интернетке алып шықпайсыз? Мен әр сапар айтамын ғой сіздерге. Неужели бір құқық бұзарлыққа жарима салғаннан кейін соны бір көрсетіп бермейсіз? Соттың қарары шыққаннан кейін хақысы бар ма? Заңның күшіне кіреді көрсетуге мысалы. 1363-тің еш болмаса, әр профинспекторға 64-тен туыр келіп жатыпты деп отырсыз. 64-тен емес, еш болмаса әр профинспекторың 6-аудан шығарсын интернетке соны. Құқық бұзарлық істеп жатқанын көрсін, жәмиеттік жерде арақ ішіп отырған суретке түсірің. Харам күшіне кіргенін көрсін, бүтін халық көрсін сол адамды. Мысалға, кейін көрейін басқа біреу соны арақ жәмиеттік жұмыста, жәмиеттік орында ішермеген. Mesela майда безарлық 183 статьямен құқық бұзарлыққа тартып жатсың. Жаңа айттың азыр 200-ге жақын, 170, 183, 170-ің ояқ қойған. 170-ің еш болмаса сен 17-сін көрсетпедің ғой сен. Мен міне сессияға келіп көріп жатқан ғой, 1863-те қазір көріп жатқан ғой. Депутаттарымыз қазір көріп жатыр. Неге біз көрмейміз соны? Біз қағаз емес, бірінші мына интернетте неге көрмейміз? Неге участковый профинспекторға қиын? Міне жора мынаны ұстап тұр, телефон десең екінші адам ұстап тұрады. Сол сөйлесіп отырған, ана адам жауапкершілікке тартып отырған. Сол жерде алдына пиволарды қойып, көшеде, скамейкада, паркта ішіп отырған, неге түсірмейсіз оны? Бұл бойынша бұл құр гәп керек емес, бұл барыста сіздердің жұмыстарыңыз нөл. Бұл бар уақыт деген сөз, мысалы, уақытынан бұрын алдын алу деген құқық бұзарлықпенен жинайшылықтың міне ұсыдан келіп шығады. Көрсетуіңіз керек сіздер оны. Көрсетпесең, біздің халық көрмесе айтпайды. Неге басқа информациялар тәнмен біз халық айтып отыр? Ол пәленшікті көрдің бе кеше? Жер қозғалып, пәленшік Ташкентте шаң көтерілді көрдің бе? Әмме біледі оны. Неге сіздің 1863-те біздің өздеріміздің атырабымызда жүрген қоңыз қобаларда болып отырған екен? Неге білмейміз біздер соны? Міне профилактика деген сөздің профилактика инспекторы деген сөз, бұл профилактика қылу, халыққа айту. Құқықты үгіт насихатлау, құқық бұзарлықтың ақыбетін үгіт насихатлау деген міне осы ниетте. Сіз істеп жатқан жұмыстарыңыз осы бұрынғы неден шықпай жүр. Сіз аңыз өзгермеңіз. Туырсын айтып. Сіз бүгінгі қазіргі информацион технологияларға сіз бейімдесуіңіз керек.
Қалеме сен өміріңнің бір тарапында бұл азыр. Сен соған бейімделуің керек, соның қызметкерлерін талап етуің керек, мәжбүрлеуің керек. Өзіңіздің сайтқа қоясыз отчет үшін. Қауіпсіз худуд деген мысалға көп болса 4000 адам, 3000 адам республика бойынша бар. Жастар жоқ оның ішінде. Басқалар жоқ, қызарлар істеп жатқан адамдар жоқ. Соның үшін кеңірек жаманшылықтың назарына түсіп, соны тарту керек. Әр профинспекторға айтсын, мен тыныштық АПЖ-да, тыныштық махаллесінде тұрамын. Міне бүгін біздерде мына пәленше деген адам сөйтті. Жарима салып, 3 сутка қамалды мінекей. Құрметті бұқаралар, абайлы болың, ертең және сондай болуыңыз мүмкін. Егер сондай қате қылсаңыз деп. 1 минут сөйлесең, 1 минут сол адамды көрсетсең. Кейін көрейін мен мына 1300, егер де 1863-те анықлағаныңыз, ол отчет үшін да. Етпай. Соның үшін басқа гәплерді бұны қысқарту керек. Осыларды дұрыс жолға қойсаң, жинаята болмайды. Көшеде тәртіпсіздік болмайды, басқа да болмайды. Жаңа міне айтып отырмыз 24 майда. Өткенде сондай айнадан басын шығарып тұрып, өлген адамдар көрсетің суастыңыз. 20-сынан бастап көрсетің, шығың, айтың, ата-аналар ойланың, балаларыңыз өйтпең, машиналарыңыз жасөспірімге бермең. Кеше президентіміз айтты, ана қыздың авария болған. 15 жасар қыздың турма видеоселекторда айтты. Соның үшін бұл жерде ата-аналарға да айту керек оны мысалға да. Неге машинды береді ондай жасөспірім қызларға, балаларға? Onun için bana sıfır meni ойландырып тұрғаны 1863-тің біреуі де азыр телевизордан я интернеттен шыққан жоқ. Міне сол баға сіздердің профинспектор деген сөзіңізге баға жоқ. Кімде сұрау бар бұл жаққа? Мархамат тәуекел. Сайлау округтан үш ай каникулдың жаңа сіздің айтқан бойынша каникул уақытында және республиканың әділеттің мемлекеттерге жаңа айтқан нұранилар, белсенді нұранилар бар. Бұларда біз профилактиканы инспектор шақырамыз. Біреуі ғана тек Қамдайдағы айтты, Қамдайға қатынасты жақсы даныларынан келіп істеді. Енді бұл жерде әкімдік айтқаны bir profilaktika inspektörü 64 tutuldu. İlgili grafikimizde var. Bize varsa başkalarımız. Profilaktika inspektörü çok. Katlaşmıyor. Kaçmadı da kaçmak ettiği başlıyor. Anadolu'ya abicilere katlaşmıyor. Bölümünde var. Yeni grafikte var. Sabah yapmaz. Rahmet, kimde var canım? Soru sizde var mı Baba Murat? Bir kolun kötürmedim. Assalamualaikum. Sorularım sizlerde komiser kavramı maçlar bizim proje ayarlarına ötede yollar. Kıbrıs'ta yollarda hem de seyirler projeler yollarda ayrılışlar için hareketleri bu. Ben kulaysız takımlı olarak benim Dörtlerinde meşakkatı olarak aşağıda yollarda. Niye bizlerinde projeler ayarında sorun bir şeyde yollarda yollarda takipte sağlıklı koyulmayız. Gayetler hem takipte belirledim, sürekli görüşen belirledim, sözü gayetler çok yolu takipte sağlıklarsa kulaysızlarının alınma dolayı. Burada ülke kuruluşunun orada güzel bir hizmetleri kalıp olmayı. Sol verilmenin alay hareketinden koydum, böyle gayetini görmedi, Kuş bağlı. Onda senin kuruluşun da benim düşünün destek hareket bu. Bugün kuncu projeler ayarlanmalarında kadar hareketleri bu. Kırık bu. O biz şey yapalım. O yanında kazanıyor olan yaması yedekçi bir yol tasarım kalitesi basılıyor. Bu proje çıksın, iyisinin bu hususlarını hizmetlerin sağlıklı bir yolu. Aldığım şöyle iki yılda bu da görüyoruz. Bir adamın bu bir kadar oldu. Bir adamın bu hizmetli bu. Endi o bir xizmat biz bir xizmatkor bo'lganimizda ana otryadlardan bu yoqqa bekitilgan otryadlardan xizmatkor tortuv kerak-da. Masalan, eksterni жетib kelsin, o'tishgan vaqtda, to'g'ishgan vaqtda. Endi u bir xizmatkor degan so'z bilan javob bo'lmaydi-da, aytmay. Bu bo'yicha ekstremistik usul kelib, sol
Zeki standartlar bize genel hizmet koyduğu süre koydular. Және кімде қандай шара бар? Құрметті депутаттар, менде бір пікір бар. Егер мақұл десеңіз, мына 1863 құқық бұзарлық 3 айда жүз берген болса, мен бүгінгі күнге шейінгі бұл Ниеттай Қоңыратбаевичтің мұның командасына алып барған жұмыстарды қанаттыландырарлы деп есепламаймын, тоғысын айтайын. Себебі профилактика жоқ, нөл, әмелге асырылып жатқан жоқ. Соның үшін бұны қайтадан бір жақсылап презентация қылып, даярланып, көрсетіп, еш болмаса 1863-тің 10%, 180-ін профинспекторларға 4-5-ден бөліп беріп, қане солар шығарсын интернетте, бізді көрейік, біздің прессамызбен істесін. Әме айтып отқан, Сәкенам таяр, Сарназам таяр, алып кетің любойын, барып түсірің біргелікте, таярлан, эфир таярлан. Көп эфир емес, 4-5 минутлық керек емес, ешкім көрмейді. 1 минутлық етіп таярлан, мынандай жүз берді, аны қылдық, мынандай шара көрдік, болды. Сөйтіп қылыңыз, қандай отырған болсын. Соның үшін мен есеплаймын, кімнің Ниеттай Қоңыратбаевичтің ішкі істер бөлім бастығы орынбасары есебатын қанаттыландырарсыз деп есеплап, кейінгі сессияларға жақсылап, кім Азиз саған ілтимас етеміз, тұрақлы комиссия мәжілісін өткізін, халықтан пікір алың елде көбірек, халыққа бірінші есебатын берсін. Кейін сол тұрақлы комиссияларға қанеке интернеттен шығарсын, біз көрейік, хақиқаттан профинспекторлар профилактика қылып жатыр ма, қылып жатырған жоқ па, соны біз білейік. Сондан кейін біз есебатын қабылдаймыз. Соның үшін менде пікір, қарарды өзгертеміз, қарар жою барын. Яғни Ниеттай Қоңыратбаевичтің есебатын қабылдамай кейінгі сессияларға қалдыру мәселесі. Құрметті депутаттар, егер менің пікіріме қосылып, мақұл десеңіз, мұнашат білдіріңіз сұраймын. Қарсы бейтәрі жоқ, демек қарар қабыл етілмей, қабылдамас хақында қарар қабыл етіледі, кейінгі сессияға қаралады. Рахмет, отырмын. Төртінші мәселе күн тәртібіндегі Қожелі район әділдік бөлімінің 2025 3 ай давамында норма дөрептеушілігі әмде құқықты қолдау әмелияты бойынша алып барылып отырған істер бойынша сөз Қожелі район әділдік бөлімі бастығы Шабат Азамат Көптілеуішке беріледі. Рахмет. Судың біріншілігінде министрліктің алдында Аманбай Батыр оқушылары әңгерді. Бұл мәселені район әділдік бөлімінің келуге талап етушілік, және асырды. Нәтижеде әділдік бөлімдері алдында қойған вазифаларды әмелге асыру, қалайдан қорланып жағдайларына ескерту, мониторинг өткізу, район дәрежесінде мекеменің шүкімдері қолдау әмелиясын заң шығару һәм мемлекеттің тексеру бойынша жұмыстарды нәтижелі атқарды. Район әділдік бөлімі біріншілікке және біз алқалы арғы шағымға келдік, олардың арғы сол шағымға келдіктен арғылардың елеусі һәм шағымның соқын сейілді шешілді. Мәжіліс солғызды саты һәм оған кеңейтілген үлгерді. Район халық әділдігі солай болғаны әлемнің қолау бойынша қалғанлары жұмысына қайта тексеру, пенсиясын қайта тексеру, аталған мәселелерде әмел жәрдем беруді сұраған. Және қарағандың арғы шағымдарының толық көпсініп беруге жиырма толық қалғанлары күнделікті. Сонымен бірге жеке қабылдауларда және құрылыс қабылданып Норманы өткізуге саласында сапалы қорғау істермен әрі санатты тауып, егердің таныстыру барысында кейбір шығылды. Ойын комитетінің өткізген мониторинг нәтижесінде халықты сұраған Камераның кабинеттің қарарлары инсан салаларының қауіпсіздік мәселелері оларды экологияға сұрап Ойын комитетінің бұқараларымыздан материалдық қорғау бойынша бірнеше жұмыстар әмелге асырды. Атап айтқанда парламентте барлық бұқаралық сұрақтарға және $809 миллион қызыл артқан тауарлар өткізілді. Соның және $309 миллион сомы 38 тауар арқылы қалғанлары ретінде бөлінді. Bundan sonra rayonдағы 23 мекеме һәм шіркеулерде өткізілген елдің мониторинг давамында 351 нысан толықтай пайдаланылған. Олар сапалы барысында халықтардың бөлімі медицина бірлестігі орайда басқа мекеме һәм шіркеулерге және
Fotoğraflarında toz, benim işte Kıvapeşki tarafından şehirleri fotoğraf kırıldı. Neticede Cimri'nin Cimri şartsa Kıvapeşki tarafında hem bizim aslan varlar. Cimri'den somut fotoğrafları topladı. Zaman çok da aynı Sinan Üniversitesi'nde haber anasını bilgilerinde bunun için ameliyatta ameliyatlar sorularla ama yukarıların bir insanın dediğine şeyler ameliyat nasıl fazla ama para ameliyatları hatalarında şeyde onunla bu ülkelerin yani gibi bir şey mesela halklar onun yürüyüşü kalan konularında sevgi arayın nedeni hamsa toplamakları sizin doğru alıcı mesela çocuklara ameliyat olmamıza kulüpleri mesela çocuklara bugün mesela çocuklara manyetik konularda sonralarında mümkünler üretmesi yapalım. Her bugün anlamam kararlar orada bir ekiplere kişiyen üretmesi gemininde manyetik uygulamasıyla Ayrıca kararlarla Hocalarla aynı bölümlerin ameliyat olan farkında Mahmut Bey'in kadrisi farkında sanırım bir roman ki alan olayı gibi sınıfta hizmet ortamı ilgili çok gerçekten almıyordu. Bölümde kendisinin her bir karışık tamamı validelerimiz katlanışlarını Rahmet, kimde qanday so'rov bor? Azamat Ko'pchilevich, marhamat. So'rovlar yo'q bo'lsa, Azamat sizga de sol topshirma, ko'proq internet orqali internet imkoniyatlaridan ko'proq foydalanish kerak. Ne uchun aytyapman? Sababi hozir bugungi kunda zamonaviy hujjatlar juda ko'p qabul etilyapti. Prezidentimizning farmon qarorlari hozir bugungi reformadan kelib chiqib o'zgaryapti, chiqyapti. Umuman jamiyatning hamma qatlamlarida жаңа o'zgarishlar amalga oshadi. Biroq son ko'pchilik xalqimiz даже kerak bo'ladigan bo'lsa, lavozimli shaxslarimiz ham buni bilmayapti, o'qimayapti, o'qisa da buni mazmunini tushunmayapti. Shuning uchun Azamat aka sizga iloji bo'ladigan bo'lsa bir efir ochiq xalq bilan tez kunini bir xizmatkaring bugun chiqsin, ikkinchi xizmatkaring ertaga chiqsin, adillik degan nengiz bormi o'zi? Facebookda bor, men kuzatib turaman. Keyingi vaqtda chiqmay ketdingiz negadir? Shuning uchun sizning hamma necha xizmatkar bor bu rayonda? 20. Adillik markazi var ya, to'g'rimi? Böyle. Bari qo'shganda. Kunini grafik qo'ying, mesela bir ayda 20 marta chiqib, bir ayda 20 marta chiqsin. O'zlarini ko'rib etетін neler var? Tarovlar. Mesela bilimlendirүү boyunca tazadan neler chiqyapti, sonu aytsin. Qararni o'qib, mesela 5-6 bet qararni bärini o'qib, xalq tushunmay qolishi mumkin. Sonu bir mazmun ma'nolar. 1, 2, 3. Mına qararda mınday deb atır, aldı mınday edi. Hozir mınday bo'ldi, hurmatli fuqarolar. Oğa etibarlı olundu. Kısa жаңағыдай слайд qilib, shu tarqatыңda, мысалы, hozir anaqqa neden chiqib o'tibdi, boshqa nelerdi. So'ng shu so'g'an ko'proq kuch bermasak, hozir kabinetda o'tirib, asqa qilib hisobot yozib, отчет bergan bilan hech qanday xalqimizning аңына жетib boruv qiyinroq bo'ladi. Ko'proq o'g'it nasihat bu tek internet orqali bo'lgan. So'ng bir kuchni beruingizni usunç etaman. Hurmatli deputatlar, qaror jo'ylar tayyorlangan. Marhamat, nasihat bildirishni so'rayman. Qarshi bitari yo'q, demak qaror qabul etiladi. Rahmat. O'tiring. Kun tartibidagi keyingi masala 5-masala xalq deputatlari viloyat rayon ham halol kengashlari janida yoshlar maslahat to'plarini cho'qimlashtirish masalasi ko'riladi. Bu bo'yicha so'z sotsial qaror, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha turaqli komissiyamiz boshlig'i Qo'shqarib Ikrom Xo'jamuratovga beriladi. Marhamat. Sağ olun. Mamlakatimizda yoshlarga davlat siyosatini amalga oshirish, yoshlarni ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash, norma ko'tarib jarayonida, xususan yoshlar masalalari bo'yicha qarorlarni ishlab chiqishni muhokama qilishda faol ishtirok etish, yoshlarga davlat siyosati, yoshlarga masalalar bo'yicha takliflarni ishlab chiqish, bu boradagi tegishli xalq maqsadida xalq viloyat tuman shahar kengashi yoshlar maslahat
etmoqda. Shu bois xalq deputatlari kengashi yig'ilishida 12 nafarimizdan iborat yoshlar maslahatchilari hozir bugungi yoshlardan sessiyada qatnashib turibdi. Hurmatli deputatlar, sizlardan shu yoshlarning ro'yxatidan o'tishga olgan yoshlar maslahatchilari tashkil etuvchi sessiya qaror loyihasi haqida bilishni so'rayman. Hozir bizlar xalq deputatlari rayon kengashi yoshlar maslahat to'plari ulgu rejasi var mı? Ulgu rejesinde onların maksat vazifeleri niçin hükümleştirildi? Endi aldın Yoshlar parlamentinin a'zosi hozir necha o'zgarib yotdi, to'g'rimi? Sal o'zgarib bu bo'yicha hozir ishlab chiqilgan. Endi bular kelajak deputatlarimiz, kelajak bizning ulkan parlamentimiz a'zolari. Shuning uchun har bir deputatimizga ular ustoz shagird bo'lib biriktiriladi. Yürütesiz, hurmatli deputatlar. Yoshlarimiz ertaga mamlakatimiz kelajagi. Onun için sizler birinci mesela deputatlık sorulanmalar jiberiu, özünüzün elektoratınız bilen halkın uçrashularda bular özünüzge bekitilgen şakirtlerdi apar katnaştırуу, olarlara söyletүү, olardan pikirlerin естүү, misal üçün bugün kunde yoshlarımızdan juda көп pikirler чыгады. Onun için şu meselede deputatlar belsendi bolууга çakırıp kalaman, sebebi az bu yerde mağan berilgen tizim boyunca hazır 12 balalarımız, kızlarımız var mı? Oturttu, marhamat bir turucu, hurmatli deputatlar bu ko'rsеңiz bo'ladi. Hammasi bilimli, ziyrak, ziynli, hammasi o'zining hozirgi turgan ishlab o'tirgan tarovlari, o'qib o'tirgan o'quvlarni belsendi yoshlarimiz. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, marhamat bu bo'yicha qaror jo'ylari tayyorlangan, tasdiqlab beringizni so'rayman. Qarshi betaraf yo'q. Demak, yoshlar maslahat to'plari xalq deputatlar qo'shimlari kengesinde tasdiqlanadi. Rahmet o'tiring. Hurmatli deputatlar ham sessiya qatnashuvchilari, bilasiz, bugungi kunda zaman tez bilan rivojlanib boryapti. Bu zamonga zanglish bo'lib, bu zamonga illis bo'lib, har kimning de qo'lidan kelmaydi, to'g'risini aytib turib. Endi bizning deputatlar xalqning senimi bilan shu darajaga yetib saylandingiz, o'zingizni ko'rsating, o'zingiz ustida ko'proq ishlashingizga to'g'ri keladi. Sebebi жаңағы aytganimizdek, hamma tarafga ayriqcha talab bu yerda o'tirgan sessiyada qatnashib o'tirgan boshqa mekemalar var, hokim o'rinbosarlari var, hammasida topshirma bo'ladi. Hamma shu xalq ko'proq nega qaragan bo'lsa, men shu tarafdan borib xalqning fikir bilim qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bargan vaqtlaringizda boshqa жүргенлеріңізде hamma vaqt xalqqa ansat tarafini, xalqqa qolaylı tarafini tushundirib kerak. Ko'p mekemalar sen anayoqqa bor, sen bunayoqqa bor deb bir-birini жұмсап ile sonday masalalar davom etib boradi. Murojaat masalasini qattiq e'tibor berib kerak. Murojaat masalasi hech vaqtda kun tartibidan qolmaydi. Hamma tarafga, deputatlarga, boshchilarga, hokimga, hokim o'rinbosarlarına, umuman rayonda harakat etib turgan barliq korxona mekama shulkin boshchilarına murojaat qabul etuv masalasi hech vaqtda kun tartibidan qolmaydi. Apvoyi murojaatlar var. Sonuç için mesela yukarı kengesine barıp atıptı, ministerlik kengesine barıp atıp, aksakalarımızın vaktini alıp atıp, bırak özlerimiz şişetiğin meseledir. Bizlerge kemesin tur barganın özü, bu birinciden sizlerden şu tarafdağı жұмысlarınız dürüst yolga koyulmadı деген жұмаққа келуге болады, başçılar kaydı var. Sonuç için deputatlarımız da bunu talep edip, qarab, көбірек ішіне кіріп, zamanға hem nefes болып жасамасақ, жұмыс істемесек, bizler bugünkü günün talabına cevap vermeye kalamız. Şunday maşakkatlı жұмыстарда hammangizga табыстар тілеймен, hammangizga o'zingiz istesizga elede chaqirib qolaman. Zaman bilan unlis, zanglish, illis bo'lish uchun men tilaklik bildiraman. Hech vaqt charchamam. Bugungi 11-sessiyani tushunmoqdaymiz. Rahmet.